айқайлап айтайын деп басылып қалдым. Банкке барғам ғой, жилстой бәрі мақтайды. Сол жерге ақша жинап жүргенбіз. 500 мыңға жетер-жетпес ақша. Ол енді не арыға не берге ештеңеге жарамсыз екен. Ал 15 миллионымыз болса, 15 миллион беріп 50-50 бағдарламасымен бір 30 миллионға үй алсақ, доход көрсетеміз ба десең, көрсет десін дейді. Күйеуім ғана жұмыс істейді, 200 мың айлық алады, ал дедім. Сөйтсем, әр балаға және бізге 30 мыңнан шақып тастайды екен ғой, жаңағы өмір сүруімізге. Сонымен 180 мың, 10 мың, 20 мың теңге сенің жаңағы 15 миллион алған кредитіңді жабуға жетпейді деді. Ал енді не істейміз енді ал десем, гарант тап деді. Гаранттың қандай айлығы болу керек десем, 400-500 мың деді. Көкет Әмішбаева 400-500 мың айлық алатын адам бар ма өзі? Әкімге барып гарант бол демесең, әшейінде кім кеп саған гарант болады, құдайым? Сонда біздің қазақтардың қашан жағдайы оңалып, ондай осындай жеңілдетіледі. Жеңілдігі қайда? Банк байлап тастаған қазақтарды. Солардың условиясын істейміз деп, бірдеңе, ананың бәрін толтырамыз деп, қатыны үйінде байы Астанада қаңғып жүр. 2 жерде жұмыс істейді. 3 жерде түнде таксовать етеді байлары. Сонда отбасы деген құндылықтар қайда? Күйеу айдалада, қатын аяқта. Арада түсініспеушілік. Әкелер балаларын көргенде қалай сөйлесер екен білмей қалған уже. Өйткені үйде жоқ ол. Қайтсем асырайым, қайтсем анаяқтан үй алам деп жүр ғой. Ама шетелде Жаңа Зеландия деген сияқты, Германия деген сияқты елдерде сағат 9-да кірдің жұмыста, 6-да шығады екен. Менің отбасым бар. Үйіме барам, балама қарайым деп ше. Бізде ондай жоқ қой. Біздің жаңағы жұмыс қалатындар, сен отбасың бар ма? Сенің әйелің қайда? Сен қазір бізбен ошақта жұмыс істеп жүргенде сенің көңіл күйің қандай болады деп сұрамайды да ғой. Сөйтіп қылмыс болады, сөйтіп жаңағы өтірік болады, сөйтіп коррупция болады. Сонда 200 мың айлық алатын, жай әшейінше. Әйел 150 мың айлық алатын адам үй алмайды да ғой. Шешіп алдың, жинаған 480 мың ақша бар екен.